13-те 6-ның 3-ші есебі. Бізде 13-ші мүшесі минус 23,4-ке тең, айырмасы 2,5-ке тең. Енінші мүшесінің формуласын жазамыз. А-н тең А1 қосу N минус 1-ді болады. А13 тең А1 қосу 12-ді орындарына қойғанда, осы жерден А1-ді тауып алсақ, А13 минус 12-ді болады. А1-ші мүшесі тең минус 23,4, А13-тің орнына қоямыз. Минус 12 көбейтіп 2,5. 2,5 дының мәні. Есепте беріліп тұр. Енді А1 тең минус 23,4 минус 30. Минус 30 дегеніміз 12-ні 2,5-ке көбейткенде шықты. А1 тең минус 23,4 минус 23,4 минус 30. Минус 23,4. А13 тең минус 23,4 қосу 12 көбейтіп 2,5. Тексеріп жатырмыз. 13-ші мүшеміз шығам екен деп. Сонда минус 23,4 қосу 30, 12-ні 2,5-ке көбейткенде шықты. Минус 23,4-тен 30 тастасақ, минус 23,4. Олай болса, біздің А1-ші мүшеміз минус 23,4 шыққаны дұрыс екен. Мына біздің есептің жауабы болып тұр. Сонымен 3-те 13-те 6-шы есеп, біріншісі шықты, екіншісі, үшіншісі барлығы шықты.